Қазақстанда президент 8 жылға қамалды. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Алматы әуежайының бұрынғы президенті 8 жылға сотталды. Авиациялық жанар жағармай қызметінің басшысы Қуаныш Тумышевқа да қатысты сот үкімі оқылды. Алматы әуежайының бұрынғы президенті 8 жылға сотталды. Алматы әуежайының бұрынғы президенті 8 жылға бас бостандығынан айырылды деп хабарлады Түркістан.кз, Закон.кз-ге сілтеме жасап. Сот Алматы әуежайының экс-президенті Айбол Бекмұхамбетовпен және авиациялық жанар жағармай қызметінің басшысы Қуаныш Тумышевті 8 жылға бас бостандығынан айырды. Олар жазасын орташа режимдегі колонияда өтейді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолар ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.